Шах мырза жобадан қуылды. Күтпеген жағдай орын алды, құрметті көрермен қауым. Бұрынғы қалаулым сен, бір болайық, қазіргі сезім бағы жобасында түсініксіз жайттар орын алып жатыр. Мұны көрген көрермендер желіде шулап жатыр. Еске салайық, жобаның басы редакторлары мен қызметкерлері бірінен соң бірі жобадан шығып жатыр. Тіпті рейтингі жоғары қатысушылар да жобадан кеткен болатын. Ендігі кезек Шах мырзаға келді. Жобаның басы редакторы Шахкерім мырза танымал жобадан қуылды. Еске салайық, бұған дейін жақында Венера ханым, SMM маманы Абзал, Құндыз, Гули, Нелия және тағы басқалар жобадан кеткен болатын. Шах мырза Instagram желісіндегі парақшасында атышулы жазба жариялады. Мұны көрген көрермендер мен желі қолданушылары абдырап қалды. Тіпті мұндайды Диана ханым мен Бутябайда күтпеді. Шах мырза, біреудің тағына талассаң да, бағына таласа алмайсың деп жазды Instagram желісінде. Сонымен қатар желі қолданушылар мен қатысушылар Шах мырза мен неге құрметпен қоштаспады, ресми түрде жарияламады деп ренішін жеткізді. Шах мырза тағы да Instagram желісінде әсерлі жазба жариялады. Маған сезім бағы туралы көп сұрақ келіп жатыр екен. Іздеп жатқан сүйікті көрерменіме рахмет. Қазір жұмыстан шығармашылық үзіліс алдым. Эфир сыртында да, ішінде де емеспін. Эфирдегі процестерге әсер ете алмағандықтан эфирге байланысты сұрақтарға жауап бере алмаймын. Әріптестеріме бәрін сеніммен тапсырдым. Камила тікелей эфирдегі бірнеше жылдық бағдарлама жүргізу тәжірибесі бар білікті жүргізуші. Редакцияда біреуінен басқа бәрі мықты негізі, сондықтан 8 маусымдық тарихы бар жобаны абыроймен жалғастыратынына күмәнім жоқ. Қатты сағынып кетсеңіздер, парақшаға кіріп тұрыңдар, деп жазды Шах мырза. Желі қолданушылары жарыса жазды. Мәссаған официально шығарып салмай ма? Бағдарламаның осынша уақыт жалғасуына үлкен еңбек еттіңіз. Дұрыс болмады, бұлай жайдан жай жібере салғандары сезім бағына не болып кетті, бәрі кетіп жатыр. Шах мырза, қатысушылар мейлі адамның орнына адам басады. Бірақ сіз жоқ болсаңыз, мәні қалмады жобаның. Иә, Шах кейінгі кезде көп сөйлемейтін болдыңыз. Неге айтып тастамайды деп отыратын едім. Мүмкіндік болмаған екен ғой. Венера Құндыздар қайда деп қоямын, жұмыстан олар да кеткен екен ғой. Енді Әлібек пен Камила кетсе бітті ғой, кім қалар екен. Бір адамның редакцияда кесірі тиіп жатыр ау. Шахкерім жайдан жай кетпейді. Шах мырзаның аяғынан шалып біреу осындай тірлік істеп отыр. Әйтпесе Шах бұл жобаға қаншама еңбегін сіңірді, бұлай оңай кете қоймау керек. Біреудің тағына талассаң да бағына таласа алмайсың деген едіңіз. Сол сөзде үлкен мән жатыр. Демек сонша жыл жүргізген бағдарламаны жайден жай тастамайсыз. Оның артында біраз нәрсе тұрған сияқты. Дегенмен келеді деп үміттенеміз. Бір байқағаным, қаңтар айынан бастап үн-түнсіз шығып кететіндер көп жобадан. Бірақ бәрінің айтары бір реніш бар сияқты. Сонда кім білгенін істеп отыр. Бір болайық, көп жастарға өмір мектебі болып еді, Шах Керім жүргізуші ретінде. Сол өмір мектебінде мықты жол бастаушы еді, өкінішті, деп жарыса жазды желі қолданушылары. Еске салайық, қосылайық жобасында да түсініксіз жайттар орын алып жатыр. Алматты үнсіз жобадан қуылды. Марика қызымызды да жобадан қуу үшін түрлі амалдар жасалып жатыр. Өйткені кезінде Марикода бір болайық жобасында түсініксіз жайттармен жобадан қуылған болатын, деп жазды көрермендер. Сонымен қатар жобадан қуылған Бутябай мырза Шах мырзаның осы жазбасын қолдап лайық басқан болатын. Сезім бағына не болып жатыр? Енді жобадан Камила ханым шықса, жаңа жүргізуші кім болмақ? Шулап жатқан желі қолданушылары әлі де абдырап жатыр. Сезім бағына не болмақ? Сүйікті жобамыз осымен аяқталды ма? Ол жағы әзірге белгісіз.